Осыдан 180 жыл бұрын Жамбыл облысы Мойынқұм ауданындағы Жамбыл тауының етегінде қазақтың әйгілі ақыны, жырау, жыршысы, 20 ғасырдың Гомері атанған Жамбыл Жабаев дүниеге келген. Жамбыл Жабаев ұлы жүз шапырашты тайпасының екі руынан тараған. Әкесі Жабай елге қадірлі, сыйлы адам болған. Жамбыл жастайынан өлең жырға қанып өскен. Соның бірі Сүйінбай Аронұлы секілді жыр даңғылынан тәлім-тәрбие алуға дәлел. Жамбыл Жабаев 3 жыл өмірінің 85-ін өлең жырға арнаған. Оның шығармашылығы 19 ғасырдың 70 жылдарынан бастау алған. Бұл кезең қазақ тарихындағы елеулі маңызды оқиғаларға толы болған. Жамбылдың аты 20 ғасырдың басында 1936 жылы Мәскеу қаласындағы қазақ өнерінің 10 күндігі аясында танымал болды. Жамбыл 1936 жылы халық өнерпаздарының республикалық слетіне қатысып, ақындық жарысқа түседі. Осы слетті Жамбыл жыр толғаулар шығарады. Сол жылы Мәскеуде қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігі өткізілді. Жамбылда 10 күндікке белсене қатысты. Халықтың сәлемі, дастархан жыры сияқты бірнеше жырларды шығарып, елдің ықыласына бөленді. Осы сапар барысында Жамбылдың ақындығы бүкіл жұртшылыққа кеңінен танылды. Халық поэзиясын өркендетудегі еңбегін айрықша бағалап, кеңес үкіметі Жамбылды еңбек қызыл ту орденімен наградтады. Ақын 1938 жылы Қазақ КСР-ның жоғары кеңесінің депутаты болып сайланып, мемлекет тарихында тұңғыш рет парламент мәжілісін өлеңмен ашады. Осы себептен Жамбылды 20 ғасырдың Гомері деп атайды. Алдарыңызда тұрған экспозицияда Жамбыл Жабаевтың депутаттық куәлігі, депутаттық мандаты, жол жүру билеті, зейнеткер куәлігін және де Жамбыл Жабаевтың өлеңдері жазылған кітаптар жиынтығы болған. Сондай-ақ домбырасы тұр. Алдарыңызда тұрған домбыра Алматы қаласындағы халық аспаптар музейіндегі Жамбыл Жабаевтың түпнұсқа домбырасының көшірмесі. Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында сақтаулы. 1938 жылы Жамбыл Жабаев Қазақстан үкіметінің қамқорлығында болған. Дәл сол жылы ақынның 92 жасы және оның шығармашылығының 75 жылдығына орай Қазақстан үкіметі 12 бөлмеден тұратын үй салып берген.